Сәлеметсіңдер ме? 4-ші сыныптың ханшайымдары мен ханзадалары бүгін қазақ тілінің 17-ші сабағын өтетін боламыз. Мәтіннің тақырыбы және мәтіндегі негізгі ой. Бүгін мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойды анықтайтын боласыңдар. 10-шы жаттығуға назар аударамыз. Мәтінді оқып, ат қой. Ал ендеше мәтінді оқимыз. Шоқыны өрлеген соқпақ ап-анық еді. Бара-бара өше бастады. Қойтастар көбейді. Арасында құбыжық тығылып жатқандай сұсты. Мені биіктен гөрі маңайдың меңіреу тыныштығы алаңдатады. Мұндайда қай-қайдағы еске түседі екен. Апамның қасқырлар апаннан терең шатқаларға қазады дегенін ойлап денем қалтырады. Кейін қайтсам ба екен, қайтайын десем намыс бермейді. Балалар естісе ұят болар. Көзімді көлегейлеп аспанға қарадым. Күн арқан бойы көтеріліпті. Енді біраз жүрсем шоқының басына шығатын сияқтымын. Балалар, кішкене тамағым ауырып тұр, сондықтан кішкене сіздерге сабақтарды уақытылы түсіре алмадым. Бірақ та оған қарамастан міне бүгін салып отырмын. Ал енді бізге қандай мәтінге ат қой деп тұр. Мәтінге біз бойымды билеген қорқыныш деп атасақ болады екен. Ал ендеше жалғастырайық. Келесі 11-ші жаттығу. Оқы, мәтіннің тақырыбына сәйкес келмейтін сөйлемді тап. Осы сөйлемді алып тастап, мәтінді тақырыбымен бірге көшіріп жаз. Елдос. Елдостың атасы Шопан. Бірде атасының қызуы көтеріліп жатып қалды. Адамның дегеннен бастап, адамның қызуы көтерілген кезде дәрігер шақыру керек. Шашқан шөпті лезде тауысқан қойлар маңырай бастады деген сөйлем бізге қажет емес. Жалғастырамыз. Атасының тынышы кетті. Ауырғанына қарамай киініп сыртқа шықты. Қорада мал да, ерттеулі ат та жоқ. Ол өсіп тұрған гүлді үзіп алды деген сөйлемдер қажет емес. Қарт алысқа көз салды, малды өріске айдап бара жатқан немересін көрді. Ол Елдос еді. Жалпылама бізге қажетті, мәтінге қажетті сөйлемдеріне. Елдостың атасы Шопан. Бірде атасының қызуы көтеріліп жатып қалды. Атасының тынышы кетті. Ауырғанына қарамай киініп сыртқа шықты. Қарт алысқа көз салды. Малды өріске айдап бара жатқан немересін көрді. Ол Елдос еді. Келесі 12-ші жаттығу. Оқы. Күздің қай айының аты көп нүктемен берілген деді. Бұл жерде күзге байланысты айтылып тұр. Мәтіннің тақырыбын анықта, қандай сөздер мен сөз тіркестері күз айының атын табуға көмектесті. Мәтінге ат қойып көшіріп жаз. Мәтінге біз күз деп ат қойдық. Көп нүктенің орнына күз деп қойдық. Мәтінді күз айы, қыстың хабаршысы. Күз айында жердің топырағы тоң болып қатады. Қара суық күшейеді. Су бетіне қабыршық мұз қатады. Күн қысқарып, түн ұзарады. Кей жерлерде қар басады. Кей жерлерде жауған жаңбырдың арты қарға айналады. Күз мезгілін анықтауға көмектесетін сөз тіркестері қыстың хабаршысы, тоң болып қатады, қара суық, мұз қатады, күн қысқарып, түн ұзарады. Жауған жаңбырдың деген сөз тіркестері күз мезгілі жайында болып тұрғанын бізге көрсетеді екен. 13-ші жаттығу. Өлеңдерді оқы. Олар қандай тақырыпқа жазылған? Өлеңдерді оқимыз. Бірінші қатардағы өлеңдерді оқиық. Жүгерідей аппақ, ұстап көрсең қатты ақ, су боп еріп кетеді. Қойсаң тығып сақтап, сатыр-сұтыр етеді. Шекеңе тисе етеді. Ауызға салсаң лезде, кәмпиттей еріп кетеді деді. Бірінші бұршақ тақырыбына арналған екен. Ал екіншісін оқиық. Төбемізден төнеді, төбемізден төгеді. Табиғаттың маржаны тіпті неткен көп еді. Табанымды жаралап, тердім жарды жағалап. Зер едім моншақ қып, ерейтіні жаманақ. Екіншісі жаңбырға арналған.
иә. Автор өлеңді қандай көңіл күймен жеткізген? Мұндай көңіл күйді сезінуге қандай сөздер көмекке келді? Меніңше жауап, автор өлеңді табиғаттың ғажайып құбылыстарын сипаттайтын айрықша сөздермен ерекше көңіл күймен жеткізген екен. Соңғы 14-ші жаттығуымыз, қалай ойлайсың? Төмендегідей атпен берілген мәтіндерде не туралы айтылғады? Олардың мазмұны бірдей ме, әлде әртүрлі ме? Мінекей балалар, күзгі дала, күзгі еңбек, күзгі орманға саяхат, күздің қызықты бір күні деген бізге мазмұндар берілген. Бұлар күз жайында, күз айы жайында. Ә, барлығы күз айын айтып тұр, иә. Енді өзіңе ұнаған тақырыпқа мәтін құра деді. Біз күз деген тақырыпты алып, мұнда мәтін құрадық. Сендер де осыған қарап, өз ойларыңды толықтырсаңдар болады. Күз бұл өте тамаша мезгіл. Күз мезгілі адамның көңіл күйі секілді құбылмалы. Бірде жаңбыр жауып жатса, енді бірде күн ашық болып тұрады. Күзде білім күні басталады. Күз мезгілінде жапырақтар сарғайып, айнала алтын түске айналады. Ал құстар жылы жаққа ұшып кетеді. Мен күз мезгілін ұнатамын дейді. Ал балалар, осы сабақ сіздерге ұнаса, пайдалы болса, лүпіл басып, каналға жазылып алыңыздар. Келесі сабақта кездескенше.